Topbaşı buradan ortada bas. Sınıfta kim var? Orumuzda. Okçular bugünkü sabahın taqdiri dribling және қақпаға соққы жасау. Түсінікті ме? Бірінші міндетті түрде ой қоздыру, дене қоздыру жаттығудан жасаймыз. Сосын сабақты жалпы қалай жасау керектігін түсіндіреді. Түсінікті ме? Тіпті сынап 1-2 сағат. Біріншіден екі қана балға қана бас. Бірінші жаттығу қол белгіле. Мойынды оңға қарай көтеріп, солға қарай көтеріп аламыз. 1, 2, 3, 4. Солға қарай. 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығу болады. Қолды екі қойыңыз. Алға қарай 2, артқа 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі жақтығы болды. Аяқты екі ашамыз. Бірінші, келесі жақтығы қолды алып соғамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі жақтығы аяқты екі ашамыз. Оң қол жоғарыда, сол қол белгіле. Оң қол жоғарыда, сол қол белгіле. Сені оң жақ белгілесіне, мен оң жағымда жақ. 1, 2, сол оң қол белгіле, сол қол жоғарыда. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі алдар. Дриблинг және қақпаға соққы жасау бүгінгі сабақ тақырыбы. Дриблинг деген не? Кім айтады? Айтады. Дриблинг дегеніміз қорғаушыдан алдап өту. Және қақпаға соққы жасау. Молодец. Түсінікті болады. Енді сіздерге қалай болады жаттығу? Аяқпен аласында, оң аяқпен жүресіздер. Конустардың арасымен жүресіздер.